Үшінші сынып судың пайдасы. Оқу мақсаттары. Тыңдаған мәтіннің тақырыбын, жағымды және жағымсыз кейіпкерлерді оқиғалар ретінде анықтау. Жиі қолданылатын сөздер мен фразалардан құрастырылған шағын мәтіннің түйінді тұсын түсіну. Сәлеметсіңдер ме? Сәлеметсізге, мұғалім. Табиғат. Табиғат біздің анамыз, табиғатқа баламыз. Құшағында ойнаймыз, шаттық әнге саламыз. Көңіл күйлері қалай? Жақсы. Жақсы, отырыңдар. Бүгін сыныпта кезекші кім? Алина. Алина, жарай, тұра ғой Алина. Ал, Алина. Алинаға сұрақ қоямыз кезекшіге. Алинаға сұрақ қоямыз. Иә, Нұрмұхамед. Қандай сабақ? Қазір қазақ тілі сабақ. Жақсы. Алина, бүгін аптаның қай күні? Бүгін жұма. Жақсы. Бүгін сыныпта кім жоқ? Аха. Бүгін сыныпта түгел. Түгел, жақсы. Иә. Ал, рахмет, Алина. Рахмет. Ал қазір бір-бірімізге жақсы тілектер айтамыз, иә? Бастаймыз. Тілеймін, мен саған сәттілік тілеймін. Рахмет. Данил, мен саған бақыт және сәттілік тілеймін. Рахмет. Нұрмұхамед, мен саған бақыт тілеймін. Рахмет. Милана, мен саған бақыт тілеймін. Рахмет. Алина, мен саған бақыт тілеймін. Рахмет. Никита, мен саған бақыт тілеймін. Рахмет. Амира, мен саған сәттілік тілеймін. Рахмет. Артемий, мен саған сәттілік тілеймін. Жақсы. Рахмет. Рахмет. Аха. Салтанат Машановна, мен сізде бақыт тілеймін. Сізге бақыт тілеймін. Жақсы. Рахмет, шапалақтайық. Рахмет. Ал, қазір дыбыс естиміз, иә? Дыбыс естиміз. Құлақта тыңдаймыз. Ненің дыбыс екенін анықтаймыз қазір. Балалар, бұл ненің дыбысы? Алина? Тамшылар, иә? Бұл тамшылардың дыбысы екен, жақсы. Ал, сендердің парталарында тамшылар бар. Бар ма, көрсетіңдер? Бар ма? Жақсы, барлықтарында жаңағы тамшылар сендердің парталарында да бар екен. Қазір осы тамшыларды бер қарай әкеліңдер тамшыларды. Біз қазір тамшыларды бір жерге жинаймыз, иә? Жақсылап тұрып жинаймыз, қараңдар. Қараңдар. Бұлар нелер? Тамшылар, иә? Тамшылар. Ал, егер тамшыларды былай жинасақ, не болады? Су болады екен, иә? Ендеше бүгін сендермен судың пайдасы деген тақырыпты өтіп, өзіміздің су жайында зиянын және пайдасын білеміз, иә? Енді қазір өздеріне бір-бір тамшыны таңдап алыңдар. Жақсы. Жақсы. Тездетеміз. Ал. Нұрмұхамед, тамшыны ал. Иә. Қазір ақ тамшы, ақ тамшылар, мына бірінші топқа келеді. Ақ тамшылар, көк тамшылар екінші топқа келеді. Көк тамшылар екінші топқа, ақ тамшылар бірінші топқа. Тез-тез отырамыз. Екі-екіден, по двое сөйлеп. Екі-екіден. Сіздермен видео көріністі тамашалаймыз. Содан кейін сұрақтарға жауап береміз. Дайынбыз ба? Бастаймыз. Экранға мән берейік. Менің қолымда бір кесе су және бір кесе мұз бар. Ойланып көріңіздерші, қайсысы ауыр? Ойланатын несі бар? Екеуі бірдей емес пе? Бірден ұста тұр. Онда өзің ұстап көр.
Ойлан. Ал біз көрермен достарымызбен бірге су туралы білімімізді арттырамыз. Достар, бесендерге жұмбақ жасырамын. Дәмі де жоқ, түсі де жоқ, пайдаланбас кісі де жоқ. Ол не? Ол не екен балалар? Су екен, я? Дәмі де жоқ, түсі де жоқ. Жақсы. Ал, ары қарай кеттік. Дәл таптыңдар, ол су. Су тіршілік көзі. Тіпті су ішпеген бір күнімізді елестетудің өзі қиын. Біз күн сайын мөлдір сұйықтықта рахаттанасың дейміз. Ең қызығы, біз суды ішіп қана қоймаймыз. Тіпті барлық тіршілік иелерінің ағзаларының 2% су құрайды екен. Мысалы, адам ағзасының 86% судан тұрса, балықтардың 75%, ал қияр мен қарбыздың 95%-дан астамы судан тұрады екен. Су өте пайдалы бола тұра, оны ішудің де өз ережесі бар екен. Негізі дәрігерлер өте салқын судың бүйрекке күш түсіретіні туралы айтады. Суды көтеріп, сіңіріп салғаннан гөрі, ауызда ұстап, біртіндеп жұтқан пайдалы болады. Қалай ойлайсың? Үйдегі құбырмен келіп тұрған суды ішуге бола ма? Оның құрамында хлор бар. Хлордың ағзаға зиянды екенін ескеру керек. Ал өзен суын неге ішуге болмайды дейміз? Өйткені оның тазалығына ешқандай кепіл жоқ. Лас суды ішіп, ауырып қалуымыз әбден мүмкін. Жақсы. Менің Ал қолымда енді бір сендерге мынандай сұрақтар. Мұқият тыңдаңдар сұрақты. Бірінші сұрақ. Адам ағзасы неше пайыз судан тұрады? 86. Дұрыс, 86. Балықтардың неше пайызы судан тұрады? Балықтардың. Қазақша? Жоқ. 75. Дұрыс, 75% екен. Қияр мен қарбыз неше пайыз судан тұрады? 95% екен. Ал өзен суларды ішуге бола ма? Болмайды. Болмайды екен, я? Жақсы. Өзен суларды ішуге болмайды. Қазір топпен жұмыс істейміз. Бірінші топ. Сендер судың зиянын жазасыңдар 5 сөйлем арқылы. Ал екінші топ, сендер судың пайдасын туралы жазасыңдар. Жүріңдер мына жерге. Сюда. Ага. Так, сюда подойдите. 5 минут уақыт берем. Судың зиянын және судың пайдасы туралы жазамыз, иә? 5 минут, 5 сөйлемнен. Ал кеттік, бастаймыз. Бастаймыз, иә? Судың зияны. Судың пайдасы. Айтамыз. Қандай зияны бар? Судың қандай пайдасы бар? Жазамыз. Жаз. Жақсы. Дұрыс. Я говорю с университета. Бір сөйлемнен оқимыз жазғандарыңды қазір. 1 минут уақытымыз қалды. Сонымен бастаймыз, иә? 1 минут уақытымыз қалды. Жақсы. Ал, бастаймыз, иә? Бірінші сөйлемді, бірінші топ бастаңдар. Оқыңдар.